Еуропаның Ресейге қарсы жасалған санкциясынан құлдыраған рубль бағамы тұрақтай түскендей. Бүгінде 1 рубль 3 теңге 88 тиынға тоқтап тұр. Отандық сарапшылар ресейлік валютаның құны жайлы түрлі болжамдар жасауда. Үнемі жаңа жылды жаңа тарифтермен қарсы алатын қазақстандықтар үшін 2015 жылы өз жұмысын бастайтын Еуразиялық одақ қалай әсер етпек? Тілшіміз сарапшылар пікірін біліп қайтқан еді. Еуропалық санкциялардан кейін мұнай бағасы түсіп, рубльдің бағамы да теңселіп кеткен болатын. Көбіне шикізатқа арқа сүйеп отырған Қазақстан үшін де оңайға соққан жоқ. Ал көрші елдің валютасы өзге елдердің ақшаларымен салыстырғанда 30-40%-ға құнсызданып кетті. Мұнай өнімдеріне рубль тәуелді болғандықтан, егер де мұнайдың бағамы 100-ге дейін көтерілетін болса, әрине рубльдің да бағамы одан сайын жоғары көтеріледі. Бірақ жаңа жылға дейін енді төмендемейді рубль. Ресейде рубльдің құнсыздануына байланысты түрлі наразылық акциялар өтті. Бұған орай Кремль 2015 жылы бюджетті қайта қарастырып, әлеуметтік бағдарламаны орындайтындарын жеткізді. Путину положили на подпись новый госбюджет. Путиннің қол қоюына жаңа мемлекеттік бюджет тұсында. Ол жерде халық алдында әлеуметтік міндеттемені қысқартпау қарастырылған. Қазақстан үкіметі де өз тарапынан келер жылдардың бюджеті қайта қарастырылуы мүмкін деген сөзді айтқан болатын. Ал сарапшылардың болжамынша, жаңа одақта үш ел үшін барлық бағалар бірыңғайланып, жаңа жылда жылдағыдан да жоғары тарифтер қазақстандықтарды күтіп тұр. Сағыныш Назар, Юрий Проводин, Казах Ньюс.